Сәлем менің құрметті тыңдарманым. Бұл видеода ұры қыз әңгімесінің екінші бөлімі. Алдыңғы бөлімін осы менің каналымнан таба аласыздар. Түсте оқудан қайттық. Анам жұмыстан 17:00-ге келеді. Үйді жылан жалағандай етіп, сыныққа сылтау болмасын деп жинап қойдым. Көп күттірмей анам да келді. Ашулы, сезіп тұрмын. Кішкентайымнан бір жерді шалыс бассақ, кесеумен қуалап жүріп ұратын анамды көріп тұрмын. Не болса да кінәлімін. Бірақ бір ұрар, одан соң не болар дейсің. Анам келіп сырт киімін шеше сала. Иттің ғана қызы, мені бүкіл жұртқа мазақ қылдың. Басқа сыныптастарың сияқты жүрмейсің бе? Жадыра сияқты үндемей келіп, үндемей кетіп, сабағыңды оқып жүруге болмай ма? Көрсетемін саған ұрланып қашқанды. Айуан жексұрын деп таяқтың астына алды. Соңында анам жылап қалды. Мені масқара қылдың ғой қызым. Мектептегі еден жуушының қызы қаңғырып жүр екен деген сөзге қалдырдың ғой. Сол дұрыс па енді? Қайта оқуда үздік болып, марапаттап, жағдайы нашар болса да, үздіктердің қатарында деп айтса қанекей жұрт, деп еңіреп жылай берді. Мама, кешірші. Бірақ қазір жаспыз, әбден барлығын көріп қалғанымыз жақсы емес пе? Неге сонша жылайсыз? Сіздің кезіңізде мұндай болмаған, сондықтан сізде іште өкпе реніш қалып кеткен, дедім бәрін білетіндей мен. Анам одан сайын ашуланып, санасыз-ай, не қыл деп отырсың оттап, деп қуалап ұра бастады. Ертеңне мектепке бардым. Қыздар кәдімгідей жүр. Жандарына барып, сендерді мамаларың ұрмады ма? Деппін сасқанымнан. Қыздар күліп жіберді. Сөйтсем, үшеуінің шешелері мұғалім, ол мүлдем естен шығып кеткен, ал үшеуі шешелері мен ым-жымы бір Ақбөпенің жігіті директордың баласы. Әңгіменің бас аяғы сол екен. Мені сынапты. Анасынан бір жақсылап таяқ жеп алсын деп. Енді мүлдем олай болмайтын болды. Себебі араларына қосылғандықтан мен не істесем де дұрыс. Осылай жүріп 9-шы сыныпты да бітірдік. Сыныбымыздан жылап жүріп Жадыра колледжге кетті. Тағы бір қыз бен бір ұл кетті. Тек осы 7 қыз және ұлдармен қалдық. Ішіміз пысқанда Жадыраға тиісуші едік. Енді ол да кетіп қалды. 10-шы сынып басталды. Күнделікті сабағымызға барып келіп жүрміз. Соңғы сабақ дене шынықтыру болатын. Сабақ бітіп, гардеробқа киімдерімізді алуға келсек, Ақбөпенің сөмкесінің артқы қалтасынан 500 теңгені байқап қалдым. Жанына барып, басқа әңгімеге тартып, ақшасын алып алдым. Солай өз сыныбымнан да, басқа сыныптардан да ақша жасап жүрдім. Бұл деген бір рахат екен. Барлығы қанша тыраштанса да, ұрлықшыны ешкім таппады. Бірақ мен ұрлықшы емеспін. Жай ғана ала салдым. Қыздар өзге сыныптан да ұрлық шығып жатқан соң менен күдіктенген жоқ. Кейін 1-ші тоқсан бітіп, демалысқа шықтық. Демалыста анам бізге қалған оқу құралдарыңды алыңдар деп ақша беріп ауданға жіберді. Сіңілім мен інімді ертіп, анамның берген ақшасына оқу құралдарын алдық. Ал менің ақшам оларды әбден қыдыртып, тәттілер алып, әбден тойып қайтуға жетерлік еді. Үйге келгенде оларға мамаға ештеңе айтып қоймаңдар деп жалбарынып келдім. Сол уақыттарда әкем көп ішетін болды. Құдайдың құтты күні ішіп келетін. Әйтеуір 11-ші сыныпқа да аяқ бастық. Мен сұғанақтығымнан әлі арыла алмадым. Бітіретін уақыт болғандықтан өзімізше масаттанып, әркіммен бір сөйлесетінбіз. Қыздармен арамыз алыстап барады. Мүмкін мен туралы бірдеңе естіген болар. Мектеп бітіргенде сонда да олардан қалмайын деп, анама жалынып жүріп форма тіктірттім. Түлектер жиналатын мерекелік кешке бір әпкемнің көйлегін сұрап алдым. Барлығы ойдағыдай өтті. Мәз-мейрам болып мектеппен де қоштастық. Арада 2 ай уақыт өтті. ұбт-ға қатысқан жоқпын. Қатысқан болсам 0 ұпай аламын. Содан ауылда тойхана да біраз жұмыс істеп жүрдім. Ол жерден де біраз жігіттермен сөйлесіп тастадым. Қыркүйек айы. Күз келіп күн суытып жатыр. Ауылға
бір Геленвагенмен аздап сақал қойып алған жап-жас жігіт келді. Оған бірден көзім түсті. Ол да мені ұнатты ма, телефон номерімді сұрады. Екеуміз біраз сөйлестік. Күндердің күнінде кездесуге шақырды, кафеге алып барды. Аштан қалғандай бәрін опырып жатырмын. Ол маған қарап мәз. Екеуміз бір-бірімізді қатты ұнаттық. Есімі Еламан. Еламан мені шынайы ұнатты ма, тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Көзіңнен от шықты. Менің арманым да осы ғой. Ол өте бай, ештеңеден тарықпаймыз. Балаларымыз да бай қуатты болып өседі. Мен бірден келістім. Құда түсіп келетін болды. Анама барып ескерттім. Басында тартыншақтағанымен қызының жақсы жерге барғанын бәрібір қалайды ғой. Әпкем, ағам, екі інім мен сіңілім де мен үшін қуанды. Ал әкем ішіп жүргендіктен оған кейін айтуды жөн көрдік. Ақыры құда түсіп келді. Ауылдағы аға жеңгелері шашу шашып, бақытты болыңдар деп, Еламан екеуміз болсақ мәзбіз. Барлығымыз бірге ұзатылып кететін күндерді белгіледік. Қалың малдарын беріп, олар кете сала базарға барып, керек жарақтың бәрін алдық. Қалың малдың жартысына киімдерін алсақ, жартысына жасауымды алдық. Бай отбасына бара жатқанымда ата-анам дән риза болды. Ол кісілер түсінігі мол жандар сияқты барлық талаптарымызға көніп, айтқанымыздай жасап жатыр. Мүмкін жағдайымыздың жоқтығын көріп, жандары ашыған болар. Ұялғанда шығар, 18-ге әлі толмадым, ал мен тұрмысқа шыққалы жатырмын. Бұл дұрыс па, әлде бұрыс па, түсінбей тұрмын. Ертең ол үйге барып, мені жұмысқа салып, ақша бермей қойса қайтем деген сұрақтар миымнан кетпей қойды. Келін болып түскен соң беташар жасалынып, бөлмемізді реттеп, киімдерімді жайғастырып, келіндік өмірге кірісіп кеттім. Үйдегі не затты көрсем де үйге апарып бергім келіп, көзіме жәутең-жәутең көрініп тұр. Атам үндемей қалған жақсы кісі, алайда енемнің мінезі бар сияқты. Жә қойшы. Содан тойға көйлек іздеп қалаға шықтық. Әр көйлекті бір киіп, қаланы аралап, біраз жүру үшін өтірік ұнатпағансып жүре бердім. Қателеспесем, 9-10 салоннан әрқайсысынан 7-8 көйлек киіп көрген шығармын. Әйтеуір, бір көйлекті таңдағанымда күйеуім қуанып кетті. Қымбат болса да, көйлекті күйеуім сатып алып берді. Ең керемет макияж бен шаш үлгісі менде болды. 500 адам шақырылып, тойханада үлкен, барлығы өте қымбат, нақтысын айтқанда тойымыз керемет өтті. Көре алмайтындар іштері күйіп өлген шығар. Барлық салт-дәстүр жасалынып, тойдың Құдайға шүкірін беріп, уф деп үйдегілермен енді әңгіме дүкен құра бастадық. Айтқанымдай-ақ, енем тым қатал екен, үйде ақшаның бәрін сол ұстайды. Маған да сол заңды түсіндіріп әлек болып жатыр. Ертең тусаң да балаңның ақшасын маған бересің. Мен керегіңнің бәрін өзім әкеліп тұрамын, дейді мыс. Мен қатты ашуландым. Енеме бірден, кешіріңіз, мен бұлай түрмеде тұрғандай боламын. Өз ақшам өзімде болады. Қашан сыртқа шыққым келсе, сол уақытта шығамын дедім де тірлігімді жасап жүре бердім. Өзіме нендей дух жинап алғанымды да білмеймін. Алайда енеме қатты ашуым келді. Одан кешке күйеуіме, шешең неге келе сала маған ондай әңгіме айтады, деп шу шығардым. Ол болса, сабыр етші, деп әлек болып жатыр. Күйеуім өте момын, ал мен оны көп пайдаландым. Алдымен қымбат телефон алдырдым. Содан соң киімдер мен косметика, басқа да болмайтын заттарды алдырып алдым. Бірақ менің сол әңгімемнен кейін үйде көп ұрыс болды. Үйдің берекесі кетті. Әркім ақшасын өзі ұстап жөндеріне кетті. Бірақ оған налып жатқан мен жоқ едім. Сөйтіп жүріп, аяғым ауыр болды. Толғаққа шыдай алмай кестіріп алдым. Қызды болдық. Оған назданып қаншама ай төсегімнен тұрмай жаттым. Екі көзім телефонда. Интернетте түрлі жұмыстарды істеп көрейін деп, шетінен күйеуімнен ақшасын сорып жаттым.
Анам ақша сұраса да, әпкем ағам сұраса бере салатын едім. Менде келін жоқ шығар. Ата-енем мен күйеуімнің соры болдым. Оны кейіннен түсіндім. Бір күні ставка тігу арқылы ақша ұту жайлы көріп қалдым. Басында 2000 теңге салып 4000 теңге ұттым. Кейін бірден көп ақша салдым. Одан 2 есе ұтатын шығармын деп ойладым. Бірақ олай болмады. Күйеуімнің ақшасын жоқ қылдым. Жұмысқа барып келетін бензин пұл да, қызға памперс алатын ақша да қалмады. Мүмкін емес, мүлде қалмады. Кейін кредит алуды жөн көрдім. Күйеуімнің атынан телефоннан паспорты арқылы кредит алдым. Себебі менің жасым жетпейді. Бір түннің ішінде қаншама кредит алып, қанша ставкадан ұтылғанымды білмеймін. Ертесіне енеме хабарландыру келген. Сөйтсем, енемнің банктерден связы бар екен. Дереу күйеуіме айтты. Оған бас салып ұрсып, бір түнде сонша миллиондарды неге ала бересің деп. Күйеуім маған қарап, мен болған үнсіз жерге қарадым. Енем, сол күні үшеумізді өз күндеріңді өздерің көріңдер, маған енді жолаушы болмаңдар деді. Содан қарызға квартира жалдап, күйеуім мен құртқан ақшалардың өтеуі мен квартираға, жол ақысына ақшасын әрең жеткізіп жүр. Қызымның жәрдемақысына памперс пен азық-түлікті әрең аламыз. Қызым бірге толған соң садикке беріп, мен жұмысқа шықпақшымын. Қатты қиналдық. Шарасыздықтан не істерімді білмеймін. Неге ол ойынды ойнадым екен? Неге басым айналып шыға алмай қалдым? Тіпті түсінсем бұйырмасын. Бір түсінгенім, мұның барлығы өткен өмірімнің маған берген өтеуі болды. Тағдырдың мендей қайырсыз пендесіне берген сынағы болды. Әлі де сол қарыздан құтыла алмай күн көріп келеміз. Күйеуіме Алла күш-қуат берсін, мені тастамай бағып келеді. Менімен бірге болып, әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Сабира.